Русия башлыклары Кырым татарлардан корка. Оларны апыске ташлай, ама рухтан тушырып оламай. Буны азат етілген Кремльнің сияси мабусы Эдем Бекиров айтты. О видео вастасынен иле хитап еткенде Русия апысханелерінде тұтылған Кырым татарларға дестегіні білдірді. Қайдетті ки эркесінің евге қайтмасы үшін 2 қат зияде күрешмек керек. Вот эти ребята, которые сегодня сидят. Мына бу апасханедеки балалар эркезге бір Кырым татарға бутун халқымызға ич бір шейден қорқмамақ махкемелерге келмек керек олғанын көстерді. Атта олар отырған казематларда Кырым татар халқы ачық, теміз, мераметлі олғаныны, халқымызы қабатламаға тырышқан ануы тежеуізже олмамағаныны, ич бір террористик ниеті олмамағаныны көстерді. Эдем Бекиров Украина ве Русия арасында олып кечкен Деңишов чечевесінде сентябрьнің 7-сінде Украинаға қайтты. 58 яшлы Эдем Бекиров бірінші группа сақаты, аяғы тызындан ашағы кесіп алынған. Шекер веда бір қаждегер хастылықлары бар. 2018 сенесі декабрьнің 12-сінде Эдем Бекиров қанынсыз суретте ижғал етілген Кырым кірішінде Русияның мақсус қызметлері тарафындан тұтылды. Кырымға о анасыны ве ақрабаларыны зиярет етмек үшін yol tutaydı. O silah ve patlayıcı maddeler saklamasının kabahatlanıldı.